Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушыларым? Бүгінгі сабағымыз үшбұрыштың ауданы. Мен үшбұрыштың ауданына қажетті формулаларды жазып қойдым. Бірінші формула бір қабырғасы мен сол қабырғаға түсірілген биіктіктің көбейтіндісінің жартысы. Неге жартысын алып отырмыз? Өйткені бұл үшбұрышты былай толықтырсақ, параллелограммға толығады. Солай емес пе? Сонда үшбұрыштың ауданы параллелограмм ауданының жартысына тең дегенді білдіріп тұр. Екінші формулада дәл сондай, екі қабырғасы мен арасындағы бұрыш синусының көбейтіндісінің жартысы. Үшінші формула бізде Герон формуласы деп аталады. Мұндағы П деп отырғанымыз жарты периметр. Және біз өткен сабақтарда үшбұрышқа іштей шеңбер сызуға болады, және сырттай шеңбер сызуға болады дедік. Сол шеңберге байланысты шеңбердің іштей сызылған шеңбердің радиусын кіші r, сырттай сызылған шеңбердің радиусын үлкен r бойынша тағы да ауданды табуға болатын қосымша формулаларды бердім. Қазір есеп шығарып бастайық. 3/26 есеп. А тобынан бір есеп көрсетейін. 3 қабырғасы бойынша табыңдар дейді. Төртіншісін 5 дециметр, яғни А қабырғасы бөлек-бөлек жазайын. А қабырғасы тең 5 дециметр, В қабырғасы тең, тағы да ол да 5 дециметр екен, яғни ол тең берілі үшбұрыш дегенді білдіріп тұр. Үшінші қабырғасы С тең 6 дециметр. Осы бойынша ауданды тап дейді. Ал Герон формуласына салып көрейік. Алдыменен жарты периметр тауып алайық. П тең 5 қосу 5 қосу 6 бөлу 2, 16, 16-ны 2-ке бөлсек 8. Яғни жарты периметр бізде 8-ге тең. Енді S тең түбір астында, квадрат түбір астында П-ның орнының барлығына біз 8-ді қойып шығамыз. 8 алу бірінші қабырға 5, 8 азайту екінші қабырға ол да 5-ге тең, 8 азайту үшінші қабырға бізде 6 тең. Квадрат түбір астында 8-дің өзін жазайық. 8-ден 5 алсақ 3, 8-ден 5 алсақ 3, және 8-ден 6 алсақ 2 тең. Әрі қарай. Енді мен мынандай вариант ұсынамын балалар. Мынаның барлығын көбейтіп, сосын квадрат түбірдің табудың қиындатудан қажет жоқ. Мынаны көбейткіштерге жіктейміз. 8, 4 пен 2-нің көбейтіндісі. Яғни біреуінен түбір шығатындайға көбейткішке жіктесек тіптен жақсы. Көбейту 2, 3 тұра берсін, мына 2 ол да тұра берсін. Тең. Енді жеке-жеке түбір шығарайық. Түбір астында 4-тен 2 шығады бізде. 2, 2-ден 1, 2 шығады. 2, 3-тен 1, 3 шығады. Сонда 12 болады екен. Демек, мына берілген үшбұрышымыз ауданы 12 сантиметр квадрат, дециметр екен ғой, дециметр квадрат дегенді білдіреді. Келесі шығаратын есебіміз 3/33 есеп. А-сы үшбұрышы берілген, А-ы 16-ға тең, В-сы 22-ге тең, С-ды 11-ге тең дейді. Яғни С-ды дегеніміз А-В қабырғасына түсіріліп тұрған биіктік. Қазір бізге С-В қабырғасына түсірілген биіктікті табыңдар дейді. Ол бізде А-Е биіктігі. А-Е биіктігін табу керек. Бұндай есеп ұбт-да да бізде кездесетін көп есептердің бірі. Алдыменен мына бірінші берілген шарттары бойынша үшбұрыштың ауданын тауып алайық. Ал үшбұрыштың ауданы бізде, яғни С-ды биіктігі бізде қай қабырғаға түсіп тұр? А-В-ға түсіп тұр ғой. Демек, S тең осы А-В қабырғасымен 2-ден 1 А-В көбейтілген С-ды бойынша табамыз. Тең 2-ден 1 А-В деп отырғанымыз 16-ға тең, көбейту С-ды деп отырғанымыз 11 тең. 16 мен 2 қысқарады 8 болады бізде 88. Демек, бұл үшбұрыштың ауданы 88 сантиметр квадрат екен. Енді дәл осы ауданды екінші қабырға бойынша, С-В қабырғасы бойынша табайық. 2-ден 1 С-В-сы көбейтілген Е-А. Мұна Е-А бізде биіктіктің орнында. Енді осы теңдіктегі бізде S-міз белгілі. 88 тең 2-ден 1 С-В бізде 22. Ал Е-А жоқ, бізде Е-А биіктік жоқ. Қараймыз. Мына екеуін қысқартып жіберсек 11. Сонда бізде не болады? 88 тең 11 Е немесе А-Е дегенді білдіріп тұр. Бұдан А-Е тең болады. 88-ді 11-ге бөлеміз. Болады 8 сантиметрге тең.
Мінекей біз есептің жауабын таптық. Мінекей құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бізде келесі сабақ трапеция ауданы. Біздің арнаға тіркеліп, лайк қойып, пікірлеріңді қалдырыңыздар және қоңыраушаны басуды ұмытпаймыз. Келесі сабақта кездескенше.